Кеше статус салған 1500 адам қарап қойыпты қазірдің өзінде. Бұған дейін ішіп қойған кісілер, бұған дейін сіздерде қандай проблема болды? Алтын қоңызды ішу арқылы қандай проблемадан құтылдыңыз? Соны жазып жіберсеңіздер, болмаса голосовоймен емделмеген кісілерге көрсетемін деймін, бірақ сіздердің аттарыңызды және де нөмірлеріңізді көрсетпеймін. Бұндай кісілер көп, емделген кісілер. Мен қазір көрсетші, былайынан. Менің нөмірімді сақтасаңыздар, статуста күнделікті емделген кісілердің нөмірлерін салып отырамын. Бұндай жетеді. Мен бұлардың жеке немесіне де кіріп көрсетіп шықсам болады, кез келгеніне ше. Мысалы, мына кісі. Ассалаумағалейкум, Нұрқаділ бауырым. Алтын қоңызы мен де іштім, брат. Рахмет көп. Менің айтайын дегенім, алдағы алатын кісілер, қолданбаған кісілерге. Жалпы мен алдым сенен. Қалай алдым? Мен намаз оқып жүріп, яғни қуыққа суық тигізіп болдым, в общем. Сонда, кіші дәретке отырғанда трубам бар емес пе, ауыратын болды енді. Былай айтқанда ше. Сенің дәріңді, алтын қоңызды алдым. 2 күннің ішінде результатын беріп, 2-ші күні ауырдым, кәдімгі жестко ауырдым прям. Жестко әсер етті да маған ше. 3-ші күні уже кіші дәретімнің түсі өзгеріп, бүкіл қажет емес заттар, кәдімгі майда таста шыққан секілді болды. Өйткені маған ше, кәдімгі трубама сезілді де, Бұлай зар арқылы тазылап жаңағы емдеп жатқан кісілер өте көп. Енді намаз оқитындар бәрі түсінеді, білесіздер. Жаңағы жылы кезде де, суық кезде де заряд ала беретіндіктен қалып қояды. Жаңағы тамшы, жаңағы іш киімді бұлғайтын бар, басқасы бар. Мұндай жаңағы емдеп жатқан кісілер. Мысалы, мына жерде не дейді? Ассалаумағалейкум, Нұрқаділ, алтын қоңыз пайдасы өте көп, жеңіл дәрет жақсарды, шлактар тазаланады, жасыл келіп үлкен кісілер қатарымен қалып жатады. Соған алдын ала дайындық ретінде ішсе болады. Өте керемет тазаланған адамға 2 рет алдым дейді. Бұл енді 20-дан алғанын айтып жатыр. Простаитті ерекше тазалап қалыптылығын келтіретін көрінеді дейді. Мақұл, не дейді? Алтын қоңызды ішіп жақсы болып келемін. Нұрқаділ мырза, сізге Алла разы болсын, жұмысыңызға сәттілік. Тағым не өзі? Алтын қоңыз іштім, 1-ші рет ақырын шығатын бұрын напор слабый жақсы, қазір жақсы болды. 2-ші жыныс қатынасқа бұрын 1-ші жеуден деге тұрмай қалатын, 2-ші, 3-ші, 4-ші. Ол статус көретін адамдар 1000 жарым онсыда. Корея қалдырып ішіп жатқандар бар. Ондай адамдар жиі етерлік. Мынау кісі бар. Бұл кісі домбыра жасаумен айналысатын кісі. Аденомал болған кісі бар. Айбек деген кісі бар екен. Не дейді? Менің көрген пайдам осы дейді. Бірақ жеңнен кейін қатты күнен көріп, қайталап кетпеу үшін дейді. Солай 2 жыл бұрын үнеме 43-тік алтын қоңыз алдым, туған күніне тап болған акцияға енді жылына 2-3 мәрте акция жасаймыз, сол кезде алған ғой деймін. Менде тоңған кезде дәрет ұстамай 1-2 тамшы шығып кететін кесел бар еді. Ішіп бастаған 1-ші соған әсер етті. Қазір жоқ, Аллаға шүкір. Мұндай сосын мұрынбоқ сияқты заттар шығып жатты. Енді ол мынандай тазалаған кезде өзіңіз байқайсыздар. Мен берген екен, мен айтып отыратын болғаннан кейін жаңағы ішіп жатсыздар, сразу әсерін беріп бастайды. Нәтижесінде уже 2-ші апталардан бастап көре бастайсыздар. Жаңағы бұл кісілер ойдан құрастырып алып сіздерге айтып беріп жатқан жоқ. Өздеріңіз де білесіздер. Сәпшіне көрсеттім ғой тағымда. Бәрін көрсете берейін ба? Бәрін көрсетеміз. Тағым не? Міне, зар арқылы қалай тазалап жатқаны, осылай тазалап жатыр. Ондай тағым не? Асланның мен ішіп көрдім, кіші дәрет түнде шықпайтын болдым, көмегі бар дейді. Общий сообщение көрсетесіз бе? Общий сообщение міне. Күніне қазір міне. Мына жерде жазып жатқан адамдар өте көп. Бүгіннің уақытты көрсетейін. Ол көп істемейді, күніне мұнанша 100 адам жазады деп. Міне уақытты көрсетейін қазір. Таңғы сағат 8, міне 8-ден бері мына жерде кем дегенде қараңыздар. Кем дегенде бір 50-ден астам адам кісі жазған шығар қазірдің өзінде. Кеше қаншама адам жазып жатыр, міне. Кешегінің бүйтіп, ол өте көп ондай күнделікті жазып ем қабылдайынша. Ондайлар өте көп. Оны былай ақ көрсетсем болады сіздерге ше. Мына жерде 12.000 контакты бар. Бұл 3-4 жылдан бері мен қанша 2019-дан бері ма айналысып жатқан қаншама клиенттер. Өте көп ол. Сақталғаны бар, сақталмағаны бар қаншама ше. Осындай ем алып жатқандар. Сіздерде осындай ем алғыларыңыз келсе, алтын қоңызбен маған WhatsApp-қа профильдегі сілтемеге өтіп жазсаңыздар болады. Енді бұл алтын қоңыздың қазір осы видео шыққан соң мен кейде болып тұрады.
кейбір кісілер олар шын жазады, өтірік жазады, қатты проблема жоқ. Андай нашар негатив болмаса өтірік жазып жатсың андай мындай деп өтірік жазады. Неге десеңіздер, көре алмайтындар біріншіден, екіншіден шынымен де ішіп көрмегендер, үшіншіден олар андай үйтіп жазатын адамдар в основном мен білетінім ана бал сататындар болмаса ана урологтың көмекшілері болса керек. Себебі осы алтын қоңыз кит болып жатқанын біліп, жаңағы осы арқылы қайып ұстап, былайша айтқанда халықтың басының назарын басқа жаққа бұру сияқты әңгімелер үшін осындай андай мындай деген сияқты нашар негатив кетуі мүмкін. Оған үйреніп қалдым негізінде. Сол себепті өздеріңіз денсаулықтарыңызға өздеріңіз жауапсыздар. Емделгіңіз келсе WhatsApp-қа жазыңыздар.